Қымбатты білім алушылар, 6-да 3-ші тақырып проценті бойынша санды табу. Проценті бойынша санды табу үшін бірінші процентті жай бөлшекпен немесе ондық бөлшекпен өрнектеу керек. Екінші, берілген санды осы бөлшекке бөлу керек. Екінші есеп. Қант қызылшасының 18% қант, 162 кг қант алу үшін неше килограмм қант қызылшасы қажет? Бірінші ереже бойынша процентті жай бөлшекке айналдырып аламыз. Ол үшін 18%, яғни проценттің алдындағы санды бөлшектің алымына жазамыз, бөлшектің бөліміне 100-ді жазамыз, яғни 100-ден 18 деген жай бөлшек шықты. Енді екінші, берілген санды, яғни біздегі берілген санымыз 162, осыны жай бөлшекке бөлеміз 100-ден 18-ге. 162 өзгеріссіз жазылады, бөлу амалы көбейтуге айналады, және 100 бен 18-дің орны ауысып түседі. 18-ден 100. 162 мен 18 екі санына қысқарады, 18-ге 9-дан тиеді, 162-ге 81-ден тиеді. 81-ді 100-ге көбейтсек, 8100, 9-ға бөлеміз, 900 килограмм. Яғни 162 килограмм қант алу үшін 900 килограмм қант қызылшасы қажет. Енді формула бойынша да біз проценті бойынша санды таба аламыз. Ол үшін мына төмендегі формуладағы А дегеніміз зелендей 100%-ке сәйкес сан, Б дегеніміз проценті берілген сан, П дегеніміз процент саны. Енді орындарына әкеліп сан мәндерін қойайық. Аны табу үшін А тең В дегеніміз бізде 480 бөлеміз, П дегеніміз 60, 100-ге бөлеміз. 480-ді өзгеріссіз жазып, бөлуді көбейтуге айналдырып, 60 пен 100-дің орнын ауыстырып жазамыз. Яғни кері санын жазамыз. 480 мен 60 қысқарады, 60 санына 60-ды бөлсек 1-ден тиеді, 480-ді 60-ға бөлсек 8-ден тиеді. 8-ді 100-ге көбейтсек 800. Ізделінді 100%-ке сәйкес сан 800-ге тең болды. 1143-ші есеп. Проценті бойынша санды табыңдар. Ол үшін біз мына формуланы қолданамыз. А тең В бөлу 100. Біріншісі П 3%, ал В 12-ке тең. Аны табамыз. Б-ның орнына 12-ні қоямыз, бөлу П-ның орнына 3-ті қоямыз, бөлу 100 тең. 12-ның өзін жазамын, бөлуді көбейтуге айналдырамыз, және 3 пен 100-дің орны ауысып түседі. Яғни кері сан жазылады. 12 мен 3 санына қысқарады. 12-ге 4-тен тиеді, 4-ті 100-ге көбейтсек 400 болады. 100% 400-ге тең сан пайда болды. Енді келесі П тең 3%, В тең ең соңғы 36-ны көрейік. Аны табу үшін біз 36-ны бөлеміз 3 бөлінген 100-ге. 36-ның өзін жазамыз. 3 пен 100-дің орны ауысып түседі. 36-ны 3-ге бөлеміз. 3-ге 1-ден тиеді. 36-ға 12-ден тиеді. 12-ні 100-ге көбейтсек 1200. Қалғандарын өзіміз шығарамыз. Екінші есепті көрейік. П тең 10%, В тең 0,4. Аны табайық. В-ның орнына біз 0,4-ті қоямыз, бөлеміз 10-ды 100-ге. 0,4-ті жай бөлшек түрінде жазсақ 10-нан 4. Бөлуіміз көбейту болады, және 10 мен 100-дің орны ауысып түседі. 100 бен 10 қысқарады, 10-ға
тең. Мына 10 мен мына 10 тағы қысқарады, 1-ге тең. Сонда жауабы 4-ге тең. Келесі. П 10%, В 28. Аны табайық. 28 бөлінген 10 бөлінген 100. 28-ің өзін жазамыз. 10 мен 100-дің орнына ауысып түседі. 28, 100-ді 10-ға бөлсек 10, көбейту 10 тең 280. Енді үшінші есеп. 60%, 42, 72, 84, 102, 114-ге тең. Санның 100%-ы неге тең? П 60%, В дегеніміз 42. Аны табайық. 42 бөлінген 60 бөлу 100. 42-ның өзін жазамыз, бөлу көбейтуге айналады, 60 пен 100-дің орнына ауысып түседі. 42-ні 60-ға бөлеміз. Яғни екеуі бірдей санға қысқарады. 6-ға қысқарады. 60-ты 6-ға бөлсек 10-нан тет. 42-ні 6-ға бөлсек 7-ден тет. 7-ні 100-ге көбейтсек 700, 10-ға бөлеміз. 70. Келесі 114-ті алайық. П тең 60%, Б тең 114. А тең 114 бөлінген 60 бөлу 100. 114-ні өзін жазамыз. Бөлу көбейтуге айналады. 60 пен 100-ның орнына ауысып түседі. 114-ті 60-ға бірдей ортақ санға қысқартамыз. Екі санына қысқартатын болсақ, 60-ға 30-дан тет, ал 114-ге 57. 57 100-ге көбейтеміз және 30-ға бөлеміз. 0 мен 0 қысқарады. 570-ті 3-ге бөлетін болсақ, 190. 100%-ға тең саны 190-ға тең болды. 1144-ші есеп. Біріншісі. Фермер 72 гектар жерге алма ағашын отырғызды. Бұл оның барлық жерінің 40%. Фермердің барлық жерінің ауданы неше гектар? Шартын құрайық. Алма 72 гектарға отырғызылды. Бұл оның 40%-ін құрайды. Ал барлығы фермерде неше гектар жер бар? Соны табуымыз керек. Шешуі. Проценті бойынша санды табу формуласын қолданамыз. А тең В бөлінген В бөлу 100. Бізде В-ның мәні 72 гектар. Ал П-ның мәні 40%. Формуладағы әріптердің орнына сан мәндерін қояйық. 72 бөлінген 40 бөлу 100. 72-ның өзін жазамыз. Бөлуіміз көбейтуге айналады, және де 100 бен 40-тың орындары ауысып түседі. 72 мен 40 екі санына қысқарады. 40-ты 2-ге бөлсек 20-дан тет. 72-ні 2-ге бөлсек 36-дан тет. Тең 36-ны 100-ге көбейтсек 3600, бөлеміз 20-ға. 0 мен 0 қысқарады. 360-ны 60-ты 2-ге бөлетін болсақ, бізде 180 гектар. Жауабы фермердің барлық жерінің ауданы 180 гектар. Екіншісі. Мектеп кітапханасында 2890 оқулық бар. Бұл ондағы барлық кітаптың 85%. Мектеп кітапханасында барлығы неше кітап бар? Оқулық 2890.
Бұл ондағы барлық кітаптың ондағы 85%. Барлығы неше кітап бар? Сұрақ белгісі табуымыз керек. Шешуі. Проценті бойынша санды табу формуласын қолданамыз. Б дегеніміз бізде 2890, ал П дегеніміз 85%. Енді А-ны табамыз. Формуладағы әріптердің орнына сан мәндерін қоямыз. 2890 бөлеміз 85 бөлу 100. 2890 бөлу көбейтуге айналады, және бөлшектің алым мен бөлімі орындары ауысып түседі. 85-тен 100. 2890 85-ке қысқарады. Яғни бұл жерде бізде 85-ке бірден тиеді, ал 2890-ға 34-тен тиеді. 34-ті 100-ге көбейтеміз. 3400 кітап бар. Яғни жауабы мектеп кітапханасында барлығы 3400 кітап бар. Үшінші есеп. Сыныпта 12 қыз бар. Бұл сыныптағы барлық оқушылардың 40%. Сыныпта неше оқушы оқиды? Сыныптағы қыз бала 12. Бұл сыныптағы барлық оқушының 40%. Сыныптағы 40%. Сыныпта неше оқушы оқиды? Яғни барлығы неше оқушы бар? Табуымыз керек. Шешуі. Проценті бойынша санды табу формуласын қолданайық. А тең В бөлінген П бөлінген 100. В дегеніміз бізде 12-ге тең, ал П дегеніміз 40%-ге тең. Орындарына кеп қояйық. А тең 12 бөлінген 40 бөлу 100. 12-ның өзін жазамыз. Бөлуіміз көбейту болады, және бөлшектің алым мен бөлімі орындары ауысып түседі. 12 мен 40 4 санына қысқарады. 40-қа 4-ті қысқартсақ 10-нан тиеді, ал 12-ні 4-ке қысқартсақ 3-тен тиеді. 3-ті 100-ге көбейтсек 300, және бөлшектің бөлімінде 10 бар. 300-ді 10-ға бөлетін болсақ, 0 мен 0 қысқарады. Жауабы 30. Сыныпта 30 оқушы оқиды. есеп. Тіктөртбұрыштың ені 6 см. Бұл оның ұзындығының 75%-дей. Тіктөртбұрыштың ауданын табыңдар. Есептің шарты бойынша ені 6 см-ге тең. Бұл оның ұзындығының 75%-дей. Тіктөртбұрыштың ауданын тап. Шешуі. Проценті бойынша санды табу формуласын қолданамыз. П бөлу 100. П дегеніміз бізде 6 см, ал П дегеніміз 75%. Орнына келіп қоямыз. А тең Б дегеніміз 6 см бөлеміз 75 бөлінген 100-ге. 6 көбейту 75-тен 100. 3-ке қысқартамыз. 6-ны 3-ке бөлсең 2-ден, 75-ті 3-ке бөлсең 25. 200-ді
бөлеміз 25-ке. 5-ке қысқартайық. 25-ке 5 тен 40. 40 бөлу 5 тен 8. Енді бізге тіктөртбұрыштың ауданын табу керек. Ол үшін S тең A көбейту V формуласына сан мәндерін қойып есептейміз. A дегеніміз бізде 8 шықты. B дегеніміз бастапқыда ені ол 6 сантиметр. 8 жерге алдым 48 сантиметр квадрат. Жауабы тіктөртбұрыштың ауданы 48 сантиметр квадратқа тең. 1160 есеп салыстырыңдар. Біріншісі 15% 60-ға тең сан мен 60% 15-ге тең санды табыңдар. Проценті бойынша санды табу формуласын қолданамыз. А тең В бөлінген П бөлінген 100. Біріншісі П 60-ға тең, П 15%-ге тең. Орнына қойып есептейік. 60 бөлу 15 бөлу 100. 60-тың өзі жазылыр. Бөлшектің алым мен бөлім орны ауысып түседі. 60 пен 15 қысқарады. 15-ті 15-ке бөлсек 1, 60-ты 15-ке бөлсек 4. 4-ті 100-ге көбейтсек 400. В тең 15, П тең 60%. А тең орнына кеп қояқ 15 бөлу 60 бөлу 100. 15 өзінің орнында жазылады. Бөлуіміз көбейту болады. Бөлшектің алым мен бөлім орындары ауысып түседі. 60 пен 15 қысқарады. 15-ке 1-ден тет, 60-ға 4-ден тет. 100-ді 4-ке бөлеміз. 25. 400 және 25-ті салыстырамыз. 400 үлкен, яғни 15% 60-ға тең сан 400, 60% 15-ге тең сан 25-тен үлкен. Екіншісі 20% 16-ға тең сан В тең 16, П тең 20. Орнына қояйық. 16 бөлу 20 бөлу 100. 16 өзі жазылыр. Бөлшектің алым мен бөлімі өзі ауысып түседі. 100-ді 20-ға бөлсек 20-ға 1-ден тет, 100-ге 5-ден тет. 16-ны 5-ке көбейтсек 80. 16% 20-ға тең сан В тең 20, П 16%. Орнына кеп қояқ. А тең 20 бөлу 16 бөлу 100. 20-ның өзі жазылады. Бөлуіміз көбейту болады. 16 мен 100-дің орындары ауысып түседі, яғни алым мен бөлімі. 20 мен 16 2-ге қысқарады. 16-ға 8-ден тет, 20-ға 10-нан тет. 10-ды 100-ге көбейтсек 1000 болады. 10-ды 8-ге бөлсек 125 болады. Енді 20% 16-ға тең сан бізде 80 шықты. 16% 20-ға тең сан 125 шықты. 125 саны үлкен болады. Оқушылар, егер де видео ұнаған болса, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Және де достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.